Қайырлы күн оқырман, контекст марафонының кезекті, яғни 18-ші бөліміне қош келдің. Егер видео ұнаса және пайдалы болса, менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпайық. Менімен бірге ұбт-ға деген балыңды көтеретін боласың. Ендеше контекст тақырыбымызды бастайық, экранға назар салып отырамыз. Кеттік. Жалпы тақырып терезе деп отыр. Суретте жарты дөңгелекпен тік төртбұрыштан құралған терезенің макеті көрсетілген. Үлкен жарты дөңгелек 4 бірдей А, Б, С, Д секцияларынан және кіші жарты Е дөңгелектен тұрады. Тік төртбұрыш 3 бірдей квадрат F, G, H секцияларынан тұрады және әр квадраттың қабырғасы 10 сантиметрге тең. Мынау 10, мынау 10, мынау 10. А вот мынау 80 нені білдіреді? Пока белгісіз, қызық екен, иә? Және әр квадраттың қабырғасы 10 сантиметрге тең деп отыр. Мынау квадрат болса, барлық қабырғалар тең ғой. Неғып бұл 80 деп отыр? Түсініксіз. А секциясының ауданын табу керек. А секциясының ауданын табу керек. Может, 80 дегеніміз ол мынау шығар, иә? Бәлкім. Ақпарат айтылмаған. Жалпы жазылған ақпарат осы. А секциясының ауданын табу керек. Мынау 10 болса, мынау да 10 деген сөз. Мынау да 10 деген сөз, иә? Мынау жартысы ғой, иә? Жартысы. 10-ның жартысы ол 5. Демек, жалпы мынау үлкен радиус ол 15. Мынау не болады? Мынау да радиус болады, иә? Үлкен радиус. Ол да 15. Ал мынау кішкентай радиус. Кішкентай радиус 5-ке тең. Мына кішкентай радиус ол да 5-ке тең. Демек, мына бөлікшелер, мынау 10 болады, иә? Өйткені 15 болу үшін ол 10 болу керек қой. Мынау да 10 болады. Ауданын тап деп отыр, именно ауданын. 4 А, Б, С, Д дейді. 4 бірдей секцияларға бөлінген. Өзі ол жарты шеңбер өзі. Жарты шеңбер. Жарты шеңберді былай сызайықшы міне. Жарты шеңбер сызып алайық. Так, міне 1 нүкте 2 4. 2 4 деп алайық. Бастапқы 10 нүктесі. Так. 2 4 жарты шеңбер. Осы жарты шеңберді 4 бірдей секторларға бөлейік. Оп. Бірдей секторлар, иә? Значит, центрлік бұрыштары да бірдей деген сөз ғой. Өзі жарты шеңбер 180 градусты құрайды. Оны еще тағы бөлетін болсақ, мынау А секторы ғой. Вот А секторының центрлік бұрышын табайық. Ол үшін 180 градусты біз 4-ке бөлеміз. Сонда 45 градус болады. 45 градус болады. Енді осы А секторының ауданын табу керекпіз. На самом деле бұл сектор емес, бұл секция. Ол үшін біз не істейміз? Сектордың ауданының формуласы альфа пи квадрат бөлінген 360. Осындай. Но біздің радиусымыз қаншаға тең? 10-ға тең деп айтсақ, бола ма? Пока белгісіз. Біз қиналмай қойық. Біз үлкен сектордың ауданын табайық. Одан кішкентай сектордың ауданын азайтайық. Бұл безопасный жол болады. Біз солай істейміз. Бірінші қадам үлкен деп қойға, үлкен сектордың ауданы. Оның центрлік бұрыштары бірдей жалпы. Ортасындағы бұрышты көріп отырмыз ғой, ол өзгермейді. Мынау сол 45 градус. Демек 45 градус көбейту пи көбейту радиус. Радиус, үлкен радиус ол 15 болады, иә? 15-дің квадраты бөлінген 360. А вот екінші қадам. Кішкентай сектор 45 градус көбейтілген пи көбейтілген кішкентайдікі ол 5. То есть 5-дің квадраты бөлінген 360 болады. Енді үшінші қадам, біз А секциясының ауданын табу үшін SA деп қойық. Біз не істейміз? Үлкен секциядан кішісін, үлкен сектордан кіші секторды азайтамыз. 45 пи көбейтілген 15 квадрат бөлінген 360. Азайту 45 көбейту пи көбейту 5-дің квадраты бөлінген 360 деп жазамыз. Енді бұл жерде 45 пи бөлінген 360 деп отыр. Бұларды қысқартсақ қанша болады? Жалпы бұларды жақшаның сыртына шығара аламыз ғой. 45 пи бөлінген 360-ты жақшаның сыртына шығарайық. Жақшаның ішінде 15-дің квадраты минус 5-дің квадраты болады. Демек,
қиналмас үшін біз былай жасай аламыз. Осыдан кейін біліп жүруге болады. Демек, керекті, яғни А секторының ауданын табу үшін біз альфа пи, одан кейін үлкен r квадрат минус кіші r квадрат деп жазып, осыны 360-қа бөле аламыз. Бұл формула орынды, жалпы орындалады, всегда дұрыс болады. Осы форманы қолдануға болады, біраз үнемдеуге болады. 45 пен 360-ты қысқартамыз. 360-ты 45-ке бөлсек, бізде 8 болады. 45-ті 45-ке бөлсек, ол 1 болады. Оны жазудың керек жоқ. 15-тің квадраты 225, 5-тің квадраты ол 25, екеуін азайтамыз, 200 болады. 200-ді 8-ге бөлеміз, қанша? 25 бола ма? 25 пи. Вот жауабы осындай сан екен. Екінші есеп. Е секциясының ауданын табыңыз дейді. Е секциясының ауданын табыңыз. Мынау не? Мынау жарты дөңгелек, дұрыс па? Дөңгелек ауданын тауып 12-ке бөлеміз. Дөңгелектің ауданы пи, кішкентай r квадрат бөлінген 2. Кішкентай r ол 5, бағана есептедік. Мынау 5 болды. r тең 5. 5-тің квадраты бұл 25 болады. 25 пи бөлінген 2. Немесе 12,5 пи деп жазуға болады. Жауабы осы сан болады. 12,5 пи деп жазып аламыз. Терезенің ауданын тап дейді. Терезенің макеті. Жалпы терезенің ауданын тап деп тұр ғой. Жалпы мына ауданын тауып алайық. Бұлар не? Квадраттар. Тік төртбұрыш. Тік төртбұрыш дейді, я? Тік төртбұрыш 3 бірдей квадрат. Мынау 10, мынау 10, мынау 10. Биіктігі квадрат болса, биіктігі ені тоже 10 ғой. 80 вообще не үшін берілген, мен түсініп тұрған жоқпын әзірше. Даже қазірдің өзіне түсінбей тұрмын. S1 деп қойық, ол тік төртбұрыштың ауданы. Яғни S, F, F, G, H деп қой. Осы бөліктің ауданы S, F, G, H. Оны табу үшін біз ұзындығын еніне көбейтеміз. Ұзындығы 30, ені 10. Бұл 300 сантиметр квадрат болады. S2 ол ана жарты дөңгелек болады, я? Оны табу үшін біз дөңгелек ауданын 2-ке бөлеміз. Дөңгелектің радиусы үлкен r болады, міндетті түрде. Ал үлкен r біз білеміз, я? Ол 15 сантиметрге тең ғой. Демек, бұл жерден 225 пи бөлінген 2 болады. Демек, жалпы ауданын табу үшін S1 мен S2-ні қосу керек біз. 300 қосылған 225 пи бөлінген 2 болады. Жауапқа жазып қойық. 300 қосылған 225 пи бөлінген 2 болады. Төртінші есеп. Терезенің периметрін табу керек. Периметр табу үшін біз не істейміз? Мына бөліктің ұзындығын табамыз, я? Бұны мен P1 деп қояйын. Оны табу үшін мен мынау 10, мынау 30, мынау 10 екенін білем, я? Демек, 10 қосылған 30 қосылған 10 деп жазып қоям, бұл 50 болады. Ал енді P2. P2 дегеніміз ол не? Ол мына бөліктің ұзындығы. P2 ол шеңбердің ұзындығының жартысына тең. Шеңбердің ұзындығы C деген әріппен, немесе L деген әріппен жазылады. Енді көбіне C деп жазылады. C 2 пи. Оны 2-ке бөлеміз, себебі бізде жарты дөңгелек болып тұр, я? Жарты дөңгелек. Демек, пи r болады. 15-ті пиға көбейтеміз. Сонда жалпы периметр табу үшін P1 плюс P2 деп жазып қоямыз. 50 плюс 15 пи болады. Жауабы осы сан екен. Соңғы 5-ші есеп. Б секциясының периметрі терезенің периметрінен қанша метрге кем дейді. Енді, мынау есептің шарты бойынша А, Б, С-ді секциялары бірдей. Демек, аудандары тоже бірдей болады. А-ның ауданы қандай болса, Б-ның ауданы да сондай. А-ның ауданы қанша болды? А-ның ауданы бізде 25 пи болды. 25 пи. Ал Б секциясының периметрі десе, онда өзгеше, я? Ол аудан емес. Ол аудан емес, ол периметр. Периметр А. Периметр А қалай есептелінеді? Мынау бізде 10, ол есептелінген. Мынау бізде тоже 10. А вот мына бөлік не? Ол кішкентай Е дөңгелегінің доғасы. Мынау үлкен дөңгелектің доғасы. Осы доғалар табайық. Мынау бізде L1 болсын, мынау бізде L2 болсын. Кішкентай доғаның ұзындығын табу үшін қайтеміз? Доғаның ұзындығын табу үшін біз жалпы шеңбердің ұзындығын 2 пиға көбейтіп 360-қа бөлеміз. Все. Осындай.
А вот кішкентай шеңбердің ұзындығын біз 2 пи кішкентай r деп есептеп аламыз ғой. Осылай есептейміз, иә? 2 пи r көбейту 360 бөлінген 2 пи болады. Осылай. Наоборот. Көбейту 360 бөлінген 2 пи болады ғой. Да? Немесе оны былай табуға болады. Яғни 2 пи r ол шеңбер ұзындығы 360 деп аламыз. Да? Доғаның ұзындығы белгісіз. Бірақ центрлік бұрышын білеміз. 45 градус. Біз x дегеніміз не? Центрлік бұрышқа көбейтіп 360-қа бөлеміз. Все, кешірім сұраймын. То есть центрлік бұрыш, мына жердегі бұрыштар, олар бірдей ғой. Я, мына жердегі альфа. Сол альфаға көбейтіп 360-қа бөлеміз. Қысқасы осылай. 360-қа бөлеміз. И осылай жазайық. Так, 360-қа бөлеміз. И альфаға көбейтеміз. Альфа бізде 45. 2-ге 45 көбейтсек 90. Қысқартсақ, мына жерде 4 қалады. Радиус кішкентай радиус ол 5-ке тең. 5 пи бөлінген 4 болады. Енді үлкеніне көшейік. Тура солай есептейміз. Мынау кішкентай с болса, мынау үлкен с болады. 2 пи үлкен r көбейту центрлік бұрыш вообще өзгермейді, солай қалады. Демек, пи үлкен r бөлінген 4 болады. Үлкен радиус бұл 15-ке тең ба? 15-ке тең ғой, 15 пи бөлінген 4. Жақсы, жалпы периметрдің ұзындығын табайық. Демек, біз ол үшін мына екі шеттерін білеміз ғой. Мына екі шеттері мына бөлік 10, мына бөлік 10. Мына бөлік 5 пи бөлінген 4, мына бөлік 15 пи бөлінген 4. Соларды қосу керек біз. 10 қосу 10, қосу 5 пи бөлінген 4, қосылған 15 пи бөлінген 4. Сонда 20 қосылған 20 пи бөлінген 4, сонда 20 қосылған 5 пи болады. Все, жауабы осы сан болады. Так, біз бұл жерде мынау жауап болмайды екен, я, жігіттер, мынау жауап болмайды. Неге? Б секциясының периметрі Б секциясының периметрі терезенің периметрінен қаншаға кем деп тұр ғой. Кешірім сұраймын, мынау Б секциясының периметрі А мен Б екеуі бірдей. Вот, біз осыны таптық. Осы терезенің периметрінен азайтамыз ғой. Кешірім сұраймын, терезенің периметрінен Б-ның периметрін азайтамыз. Терезенің периметрі бұл 50 қосылған 15. 15 пи. Осыдан азайтамыз. 20 қосылған 5 пиді. 50-ден 20-ны азайтсақ 30 болады. 15 пиден 5 пиді азайтсақ, бұл 10 пи болады. Демек, жауабы осы сан ғой. Чөт болғанда шатасып кете жаздады. Так, сонымен, бұл контекст бөлімі аяқталды. Егер видео пайдалы болса және видео ұнаса, онда бұл видеоны достарыңа жіберіп қой, және менің әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпа. Келесі бөлімде кездескенше сау бол.